Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау күннен күнге жағдайымыз төмендеуде, әлеуметтік жағдай болсын, біздің елдегі азаматтардың құқығы болсын, тапталып экономикамыз құлдырап, жерімізге келімсектер легі-легімен келіп жатыр. Оның шығыстағы көзі қысқа ағайынның қалай кіріп, батпандап елдің ішіне кіріп, бүкіл жер жаһанды жайлап, егісі болсын, басқасы болсын. Үкімет көмектесіп жатыр оларға. Қалай көмектесіп жатқан қысқаша айтып өтсем, біздің НДС-ті көтеріп, орта және шағын бизнестерді құлатуда, және соның орнын Қытайдан келген, Россиядан келген кәсіпкерлермен толықтыруда десек болады. Одан анау еңбек KZ жаңағы портал бар ғой. Сол порталда жұмыс бос орындары бар екен. Ол жерде қытайлықтар біздің елімізге келіп, біздің техничка, қара жұмысшыларды жұмысқа алады екен. Бір талаптар бар екен. Қытай тілін білуге міндетті. Біз қай жаққа бара жатырмыз? Енді өз ана тілімізді тұғырына қондырмай жүргенде, өз жерімізде өзгеге құл болып, енді Қытайдың тілін үйренуіміз қалып еді. Енді бізді білмеймін, мынау бір эфирлерге кірсең, саяси эфирлерге кірсең де бір әжептәуір әңгіме айтып отқан біреулердің шырқын бұзады. Енді жарайды, ол биліктің ақтөстері болсын. Ал бірақ өзіміздің дардай азаматтарды, ақсақалдар, бүгін таңда бір ақсақалдың өзінің айтып отқан сөзін қарасаң, желтоқсанға қатысқам дейді. Бірақ енді қарның ашады айтып отқан сөзіне қарасаң. Өзі түкпендісі жоқ, бірақ біреуге сын айтқыш, анау жаман, мынау жаман. Бірақ ақсақал басымен ой түймеген да, жасы 60-қа таяған кісі екен. Қарның ашады. Елдегі азаматтарды не күтіп отырсыңдар? Ұлдарын, қыздарын құл болғанын күтіп отырсыңдар ма? Сонда қоғам белсендері бәрін жасап беру керек. Сендер ертең бәрі дұрысталған кезде сол рахатты бөлісіп өмір сүрмекшіңдер ма? Жоқ әлде ойларында не бар сендердің? Айтыңдаршы, осы жатыспен не ойлап жатсыңдар? Өтірік комментарий жазып, көпшік қойып астына қанша белсендіні қаматып, қаншасын өлтіртіп жібердіңдер. Енді қаншаны өлтіруге дайын жатсыңдар? Құлдыққа дайын қазақтар. Саясат не қыласың, көтіңді қысып күнін көр дейтін тірі өліктер. Тағы қашанғы жатасыңдар? Еркектілікті құрбандық. Азарғысы қамаласың. Қаншасы қамалып жатыр, қаншасы өлді. Жаның аяулы ма сенің одан? Одан беліңнен шыққан 5-6 бала шағаның тағдырынан сенің жаның аяулы болып тұр ғой, қорқақ. Су жүректер өңшең. Ең құрыса конституция құқықтарыңды да білмейсіңдер. Ел үшін алаңдамайсыңдар. Ұрпақтарыңа, өздерің сендерге Құдай берген бала шағаңның тағдырына да алаңдамайсыңдар. Сендерден не үміт, не қайыр, тірі өлік деп айтам сендерді. Халықтың жауы, біздің ұлттың жауы сендерсіңдер. Бұттарыңа шалбар киіп жүрген қатын тудырғыштар. Сендердің миссияларың сол ғана, қатын тудыру. Ал бірақ сол туған баланың тағдырына алаңдап қойған кезде бұттарыңа жіберіп қоясыңдар. Ел үшін бір ауыз сөз алмайтын, сөз айтамайсыңдар. Тірі өліксіңдер, тірі өлік. Боқтай бер, айта бер. Өз жеріңде өзгеге құлдық болған мына биліктің иттігін көріп отырып, су жүректер.